кезде айта алмаған алғысымды қазір айтқым келіп тұр. Әке, мыңда бір алғыс өсіріп, осы өмірге әкелгенде, ержетіп, ақыл беріп, тәрбие бергенде мыңда бір алғыс. Мен сендей ердің ұлы болғанына мақтанамын. Қаншама адамға көмектесті, аға бауырларына, аға әпкелеріне бізді Топардан Астанаға көшірді, жоғары білім берді. Осындай үлкен ер азамат болуымызға өзінің үлесін салды, кірпіштей қалады. Өкінішті осы сөздерді мен әкемнің тірі кезінде айта алмадым. Бірақ ештен кеш жақсы дейді. Әкеміз өз ортасында, өзінің жолдастардың аралығында, замандастардың аралығында өте сыйлы болды. Оған дәлел осы сіздердің келгендеріңіз. Әкем қайтыс болған кезде өте көп адам келді. Мен әкемді соңғы сапарына апара жатқан кезде сол газелдің ішінде отырдым. Ол газель топтың басында кетіп бара жатты. Артыма қарасам, өтірік айтпаймын, 50 шақты машина болды. Ол осы менің әкемнің дәрежесі қандай жоғары екеніне, қандай сыйлы болғанына дәлел. Құрметті жамағат, бүгін кім бар, ертең кім жоқ, ешкім білмейді. Әрқашан бір-біріңізге сыйлы болыңыздар. Әр күндеріңізді махаббатпен, адалдыққа, бір-біріңізге деген сыйластыққа толы болсын. Өйткені айтылған сөз, атылған оқ, бүгін айтқан, ертең сен жоқ болып қалсаң, бір-біріңіздің көңілдеріңізге қиямет тиеді. Сосын ертесіне ол кісіден кешірім сұрауға үлгермей қаласыздар. Сондықтан әрқашан бір-біріңізге жылы болыңыздар, сыйлы болыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет, келгендеріңізге.